Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте ерекше дәмді әрі жұмсақ болып шығатын сәбіз капкегінің рецебін ұсынамын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық мускат жаңғағының ұнтағын, одан кейін қопсытқышты қосып, құрғақ ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды бөлек ыдысқа жарып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Массамыз ағарып, ұлғаюы қажет. Келесі кезекте жұмыртқамыздың үстіне сұйық майымызды құямыз және үккіштен алдын ала өткізіп қойған лимонның цедрасын қосып миксерлейміз. Массамыз біркелкі болғаннан кейін оның үстіне ұнымызды салып, тағы да араластыра бастаймыз. Одан кейін қамырымыздың үстіне үгітілген грек жаңғағын қосамыз және үккіштің өте ұсақ көзінен өткізілген сәбізді осылай қосып араластырып қамыры дайындаймыз. Көріп отқаныңыздай қамырымыз осындай қою болып шығады, бірақ піскен кезде өте жұмсақ және әдемі болып көтеріледі. Қамырымызды осындай формочкаларға құйып шығамыз. Өте толтырмайсыздар, видеодағыдай етіп салсаңыздар болады. Өйткені піскен кезде капкейктер әдемі болып көтеріледі. 20-30 минутта капкейктарымыз осындай әдемі болып көтеріліп, жұмсақ болып пісіп шығады. Кез келген дастарханыңыздың сәні болатын осындай капкейктарды менің рецебіммен дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, каналыма жазыла кетуіңізді сұраймын. Назарларыңызға үлкен рахмет, баршаңызға ас болсын.